Менің есімім Мәкенов Еламан Дулатбекұлы. Астана қаласы Тәттімбет атындағы нөмірі 1 өнер мектебінің домбыра пән мұғалімі және оркестр жетекшісі болып қызмет атқарамын. Жалпы еңбек өтілімім 11 жыл. Педагогикалық еңбек өтілімім 8 жыл. Тәттімбет атындағы өнер мектебінде биыл 6 жыл қызмет атқарып жатырмын. Алғашқы еңбек жолым Астана қаласы нөмірі 3 музыка мектебінде басталған еді. Өзім туралы айтатын болсам, алғашқы өнерге кәсіби түрде қадам басқан кезім колледжден басталады. Өскемен қаласы Ағайынды Абдуллиндер атындағы өнер колледжінде тәлім алдым. Оқып жүрген кезде бірнеше байқауларға қатысып, республикалық және халықаралық деңгейде жүлдегер болдым. 2015 жылы өнер колледжін тәмамдап, Астана қаласы Қазақ ұлттық өнер университетіне оқуға түстім. Оқып жүргенде белсенділік танытып, оркестр және ансамбль құрамымен бірнеше рет шет мемлекеттерде гастрольдік сапарда болдым. Атап айтатын болсам, Австрия, Сербия, Словения, Иордания, Египет, Германия, Біріккен Араб Әмірліктері, Ресей, Түркия, Америка сияқты мемлекеттерде өз өнерімізді паш еттік. Домбырашылықпен қатар дирижерлік мамандықты да қатар алып, Қазақ ұлттық өнер университетінің халық аспаптар оркестрында дирижер болдым. Нұрғиса Тілендиев, Мұқан Төлебаев, Рысбай Ғабдиев байқауларына қатысып, лауреат атандым. Осы алған білімізді келешек жас ұрпаққа мұра ретінде қалдыру мақсатында 2018 жылы Астана қаласы әкімдігінің Тәттімбет атындағы нөмірі 1 өнер мектебіне жұмысқа орналастым. Балаларға бірден үйреніп, оқушыларды түрлі конкурстар мен концерттерге шығара бастадым. Ең ірі жетістіктеріміздің бірі Біріккен Араб Әмірліктерінде өткен фестивальда 1 орын иелендік. Қазіргі таңда өнер мектебінде 3 ұжымды басқарып отырмын. Айта кететін болсақ, Алас домбырашылар ансамблі, Жігер фольклорлық ансамблі және Сарыарқа ұлт аспаптар оркестрі. 3 ұжымда бірнеше конкурстардың жеңімпазы. Одан бөлек жеке оқушыларым да бірнеше байқауларға қатысып, жүлделі орын алды. Ғабдуллина қымбат, қалалық және республикалық конкурстардың жеңімпазы. Айта кететін болсақ, Абыз домбыра, Шаттық, Астана мерейі, ұлттық Дельфи ойындары, Жас талап, тағы да басқа бірнеше конкурстардың жеңімпазы. Және де 13 жасында өзінің алғашқы кербез сұлу атты жеке шығармашылық кешін өткізді. Тағы да бір талантты оқушым Даму Таймас. Өзінің жасына қарамастан ансамбльде және оркестрде бас домбырашы. Таймаста қалалық және республикалық конкурстардың жеңімпазы. Атап кететін болсақ, қалалық 17-ші шаттық конкурсының алтын медаль иегері, қалалық жан жолдасым байқауының бас жүлде иегері, республикалық Абыз домбыра байқауының лауреаты. Өзімнен түлеп ұшқан оқушыларым қазіргі таңда жоғары оқу орындарын жалғастырып жатыр. Манарбек Әділ қазіргі таңда Қазақ ұлттық өнер академиясының 4-ші курс студенті. Әділ бірнеше республикалық және халықаралық конкурстардың лауреаты. Болашақта қазіргі оқушыларымды үлкен сахнадан көремін деген үміттемін. Әрқашан қазақ өнерін дәріптеп, жас өнерлі ұрпаққа білім беруден аянбаймын.